Сәлеметсіңдер ме, балалар? Екінші сынып математика. Екінші бөлім. 66-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы геометриялық фигуралардың жіктелуі. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Бірінші мысал. Геометриялық фигуралар жиынына қара. Біз балалар білеміз, мұны алдарыңда тұрған белгі, жиын. Бұл жиында неше элемент бар? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 элемент бар. Бұл элементтерді неше жиынға бөлуге болады? Қане балалар, қандай жиындарға бөлуге болады? Геометриялық фигуралар жалпы. Біз бұларды тұйықталған фигуралар немесе тұйықталмаған сызықтар деп екі жиынға бөлуге болады. Әр жиынды ата және әр әріппен белгіле. Біз екі жиынға бөлсек А жиыны және В жиын деп бөлеміз. Бұл әріппен белгілегеніміз бұлар жиынның атауы болады. Осы элементтердің, жиындардың элементтерін жазайық. Нүкте мен түзу негізгі геометриялық фигуралар. Дәптерге түрлі түсті карандашпен нүкте белгілеп, кесінді, сәуле, түзу, бұрыш, сынық және қисық сызық сыз. Сен қандай бұрыш сыздің? Еске түсірейік, балалар, нүктенің не екенін білеміз, иә? Кесінді дегеніміз бір шетінде нүктесі болса, ол кесінді. Екі шетінде нүктесі болса, кесінді. Ал тек қана бір шетінде ғана сүзу сызықтың нүкте болса, ол сәуле болады. Ал түзу сызық шексіз болады. Екі шетінде де ешқандай нүкте болмайды. Бұрышты біз білеміз өткен сабақта. Қисық сызықты да білеміз. Сен осы сызықта қайсысын сыздің? Тұйықталған ба, әлде тұйықталмаған ба? Осыларға жауап беріп көр. Практикалық жұмыс, яғни практикалық жұмыс дегеніміз, балалар, біз өзіміздің қолмен жасайтынымыз, партаға төмендегі фигуралардың моделін қой. Оларды салыстыр. Не байқадың? Дөңгелек және кез келген көпбұрыш. Төртбұрышпен тіктөртбұрышты, тіктөртбұрышпен шаршыны салыстырайық. Не байқадың? Өз ойымен бөліс. Мысалдарды шығар және олардың мәнін тап. Мысалдарды шығар. Мұз айдынына 36 ұл және олардың 4-еуі артық қыз сырғанап жүр. Мұз айдынына барлығы неше бала сырғанап жүр? Яғни біз шартын құрамыз. Мұз айдынына ұл 36, ұл 36 дейміз. Ал олардан қыз белгісіз, бірақ ұлдарға қарағанда 4-еуі артық болып тұр. Яғни қыз сызықша қойып, белгісіз, сұрау белгісін қойып, 4-еуі артық дейміз. Мұз айдынында барлығы неше? Бұл жерде балалар бізде күрелесіп екі белгісіздікті табамыз. Бірінші белгісізіміз қыздың неше екенін белгісіз нақты, және мұз айдынына барлығын табу қажет. Бірінші, біз яғни артық деген болу үшін артық деп тұр, бұл жерде. Яғни біз 36-ға 4-ті қосу арқылы біз қыздың неше екенін таптық. Яғни 36 қосу 4, яғни мәні 40 болады. Яғни 36 ұл 40 қыз сырғанап жүр екен. Ал енді барлығы 40-қа 36-ны қосатын болсақ, 76 бала сырғанақ теуіп жүр екен.
Осыларды сен дәптеріңе түсір және мәнін есепте. Дәптерге торкөз сызықтарының қиылысқан жерін жасыл және көк нүктелер белгіле. Жасыл нүкте арқылы түзулер жүргіз. Неше түзу жүргізуге болады? Басы көк нүкте болатындай сәуле сыз. Неше сәуле сызуға болады? Қане? Өзің орындап көр. Кел ойнайық. Фигураларды олардың қабырғалар санының өсуі реті бойынша орналастыр. Осы фигуралардағы әріптерден құралған сөзді оқы. Қане? Біз ең аз фигуралардың қабырғаларына қарайық. Өсу ретімен жазу үшін ең азы. Бізде бұл жерде 1, 2, 3 қабырғасы бар. 3 С, 4 қабырғасы бар. П, 5 қабырғасы бар. 1, 2, 3, 4, 5 О бұрышы. 1, 2, 3, 4, 5, 6 қабырғасы Р, одан кейін көк бұрышты. Яғни қандай сөз шықты? Спорт сөзі шықты. Геометриялық фигуралардың атаулары грек тілінен енген екен балалар. Сендерге өте қызықты тапсырма. Әр бұрыш сендерде балалар. Міне мынау бұрыш, осы бұрыштарды әріппен белгіленген. Осы бұрыштардың атауын дәптеріңе тізіп жаз. Мысалы, Д бұрышы қандай фигура? Сол фигураның атауын жаз. Мысалы, С бұрышы. Міне С бұрышы. Бұл қандай фигура? Қане? Осыларды дәптеріңе жазып, мұғаліміңе тексертуді ұмытпа. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.